өзімізге ыңғайсыз нәрсеге бейімделуіміз керек. Сіз болғандықтан мен оңға ұйықтаймын. Өзіме таңдау жасауға тура келді. Либо ана жерде мына жерде секіріп жүру осылай, либо бір жолды таңдап сол жерде кәсіби деңгейде дамыту. Қойда қырықтық, қасапшыда болдық, стройкамен айналыстық, саудамен де айналыстық. Жасқа қарамайды ол. Жасқа қарамайды ол. Ол біздің мына санамыздағы шектеу ғой. Банкке барғанша бір 500 мың теңге түсіп қалыпты, 80 миллион ақша. Ол сол жолда өткен, сол жолда тәжірибесі бар. Ол сол жолда барлық қиыншылықтың бәрін көрген, сөзбен бәрі оңай. Иә, іске келгенде басқалай. Иә, іске келген кезде басқаша. Мен де әдемі сөйлей аламын. Нағыз өз мамамды таңдар едім, ұстаз таңдаған кезде. Білімім тасып тұрса, аға болуға лайықтымын деген. Ақша өмір жетпейді ғой. Бір қызық айтайын саған, ақша өмір жетпейді. Сезонмен ғана жұмыс жасайды да, мән сезон келді, мен көп ақша тауып қалайын деген сияқты. Оған қалай қарайсыз? Сезон біздің басымызда. Қайырлы күн, бұл кәсіпкерлерді дамыту бойынша біздің 5-ші подкастымыз. Бүгінгі шығарылымда біз бизнесті дамыту және оны қалай әрі қарай өсіру бойынша экспертіміз Ерлан Нұржанұлы, қош келдіңіз. Саламатсыздар, қалдарыңыз қалай? Өте жақсы. Мерекелеріңізбен айтпақшы. Өте көп рахмет сізге. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Жалпы сіз 2000-нан астам кәсіпкерлерге өз бизнестерін дамытуды үйретудесіз. Осы жолды сіз қалай бастадыңыз және қандай қиындықтардан өттіңіз, сол туралы айтып кетсеңіз? Яғни өз кәсібімде ме, или осы жолды сұрап тұрсыз ба? Кәсібіңізде. Өз кәсібімде да. Мен өз кәсібімді 2 жолға бөлетін едім. Кәсіби кәсіпкер, кәсіби емес кәсіпкер деп бөлетін едім. Неге десеңіз, 11 класста бітіре сап бастағанбыз сауданы. Бірақ ол, мен ойлаймын, ол кәсіп емес, әшейін алып сату деп ойлаймын. Кәсіби жолым, ол мына соңғы 5 жылда қатты басталды. Соңғы 5 жылда. Неге десеңіз, сол соңғы 5 жылда мен білім алып бастадым да. Өйткені маған бір базарда тұрамыз ғой кезде. Иә. Сол базарда тұрған кезде үлкен кісілерді көретін. 20 жыл, 30 жыл, 35 жыл жаңағы базарға арнаған. Қараймын, жаңағы коробка тасып жүреді, жаңағы контейнерде тұрады. Жобамен айтқан кезде өзімді былай 20-30 жылдан кейін қандай болатынымды көрдім. Сосын кейін мен өзіме сұрақ қойдым, Ерлан, егер сен осылай базарда тұратын болсаң, 20-30 жылдан кейін кейіпім кедеті осындай болады деп. Мен де үнемі сұрақ туындап жүретін. Мысалы, Луи Виттон, Зара деген сияқты, Гуччи деген сияқты брендтер қалыптасқан. Олар енді өздері ешқашан тұрмайды, біріншіден. Екіншіден, әлемдік нарықты жаулап алған. Маған үнемі сұрақ туындайтын. Бұлар қалай әлемді нарықты жаулап алып, өздері сондай жүйелі кәсіби деңгейде жүйелі бизнес құрғаннан таңғалатынды. Осының жолында енді былай айтқан кезде, өзімді былай айтқанда білімге деген көңіл аударып бастадым. Сол білімді жай ғана алмай, қазір көп қой кәсіпкерлер оқып алады, бірақ практика жүзінде жоқ. Ол практика жасамайды. Әйтеуір жарысады, мен анаған барып оқып келдім, мынаған барып оқып келдім деп. Бірақ практикада өкінішке орай ол қиын, оңай емес. Мен мүмкіндігінше соны практиковать етуге жасауға тура келді. Енді қазіргі таңда Аллаға шүкір, үлкен командам бар, жүйелі, көп қиындықтар болды әрине. Қазір сұхбат барысында айтамын. Бірақ мен ойлаймын, кәсіби деңгейді мен соңғы 5 жылда ғана бастадым. Оған дейін базар деңгейінде болдыңыз да? Былай айтқанда алып сатып қой. Саудагерлік жұмыс болды. Саудагерлік. Өйткені көбісі саудагерлік пен кәсіби бизнесті шатастырады. Иә, осы туралы анығырақ айтып кетсеңіз. Айырмашылығы. Айырмашылығы айтып берейін сізге. Мысалы, былай айтқан кезде бізде тарихта қалатындай жасап кетуіміз керек та. Иә. Өзіміздің деңгейінде емес, өзіміздің үй, отбасылық деңгейде емес, бір ұлттың ішіне шыққан кәсіп деп танып кетуіміз керек та. Яғни жалғыз қазақтар ғана емес, басқа да ұлттар танитын деңгейге шығару жолы бұл, кәсіби деңгей деген. Иә, көбі просто сөзіңіз бөлгенде кешірім сұрайын. Көбі қазір лишь ақша тапсам болды, бизнес бастасам болды деп жасайды ғой. Оған қалай қарайсыз? Иә, ол былай ойлау керек. Ақша тек қана ақша болса, сіздің құндылығыңыз. Ол сіздің өзіңіз неңіз да? Деңгейіңіз, өзіңіздің өлшеу мөлшеріңіз. Мен былай ойлаймын.
жұмыс бастағаннан кейін нарыққа шығатындай біздің мемлекеттің ішінде ғана емес, сырт мемлекетке де танымалды болатындай қылып шығару керек та. Ол дегеніміз не? Ол деген наследие, ұрпақтан ұрпаққа қалатын нәрсе. Біз зерттеп қарайтын болсақ, үлкен компаниялар, корпорациялар, брендтерді қарайтын болсақ, олардың даже егелері өмірден кетіп қалған, бірақ олардың брендтері күні бүгінге дейін жүреді. Олардың брендтерін күні бүгінге дейін пайдаланып жатыр. Ол кісілердің аттары қалып кетті әлемдік деңгейде. Біздің өкінішке орай ойлау қабілетіміздің шексіздігі, жаңағы ортамыздың шектігі бізді сол мүмкіндік бермейді ғой дамуға. Мүмкіндік бермейді дамуға. Мен бұны көп кітаптар оқып жүріп түсіндім. Өйткені біз шектелмеуіміз керек та, өзіміздің санамызбен. Сізбен, менімен екеуміздің ешқандай айырмашылығы жоқ. Оператор жігіттің де бізбен ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл жерде тағдыр емес, бұл жерде таңдау болып тұр ғой. Әр адамның өз таңдауы. Әр адамның өз таңдауы болып тұр. Сол таңдауды мүмкіндігінше жақсы масштабта таңдайтын болсақ, оказывается, адамдарға бере береді екен. Құдай бере береді екен. Мысалы, сізге бір-екі сұрақ қойайын. Болады ма? Әрине. Сізге эксперимент жасайық осы жерде, давайте сізге былай айтайық. Вообще жалпы орташа табыс қанша тапқыңыз келеді негізі? Айына ма или жылдық па? Айына. Айына кеме 2 миллион тапқым келеді. 2 миллион тапқыңыз келеді, сіз не? Мен сізге айтайын ба? Келесі айдан бастап 5 миллион табысқа шығасыз десем сенесіз ба? Оған сенем. 10 миллион ғой? 10 миллионға әзір сенбеймін. Көрдіңіз бе, екеуміздің мысалы, сіздің мысалы масштабыңыз, то есть миыңыз өзі қабылдамай тұр сіздің. Әзірге дайын емес. Әзірге дайын емессіз. 5 миллионға дейін дайынсыз, яғни 10 миллионға дейін уже сіздің миыңыздың масштабы жетпей тұр. Өте дұрыс айтасыз осы жерде. Соны біз надо прокачивать етуіміз керек. Мышлениемен, ой сананы, түп сананы өзгерту арқылы соны біз дамытуымыз керек. Мысалы, сіз диета сақтап, күнде тренировка жасайтын болсаңыз, дене пішіңіз, яғни денсаулығыңыз дұрыстала бастайды. Не істейсіз, күнде сонымен прокат жасайсыз, диета ұстайсыз, фитнеске барасыз, басқа қыласыз, өзіңізді прям жинақы болып, өзіңізге әдемі болып сезіле бастайды. Қай күні өзіңізге контроль жасамайсыз, денеңізді бір жері үлкейіп, болмаса жаңағыдай толып сөйтіп мазасызданып кетесіз. Бұл бизнесте де дамыту үшін түп сананы өзгерту керек. Түбегейлі прокачка беру керек. Түбегейлі. Түсіндіре алдым ба сізге? Сол үшін менің міндетім кәсіпкерлерге осы түп санасын түбегейлі өзгертіп, масштабқа шығару санасын. Білім алу дейсіз. Білім алу. Жалпы кәсіпкерлердің масштабына ойлауына не кедергі деп ойлайсыз? Орта, біріншіден, білімсіздік, екіншіден, үшіншіден өзінің тәртіпсіздігі деп ойлаймын. Тәртіпсіздік неге десеңіз, тәртіпсіздіктен ол жаман адам деген сөз емес, тәртіпсіздік деген өз-өзінің жаңағы дисциплина ма? Тәртіп қойым, тәртіп болу керек адам баласынан. Сол тәртіпке өз қойып алады, өзінің ыңғайлы қылып. Көп жағдайда солай. Өзіне ыңғайлы қылып алады. Егер өзіне ыңғайлы емес, біз не істеуіміз керек? Өзімізге ыңғайсыз нәрсеге бейімделуіміз керек. Мен де ұйықтағым келеді 10-ға дейін. 5-те тұру маған қиын болса да. Қиын мысалы. То есть тәртіпсіз болғандықтан мен 10-ға ұйықтаймын. Тәртіпті болғаннан кейін мен 5-те тұрамын. Көрдіңіз ба? Осы 3 фактор влиять етеді. Келесі, сіз бизнеске келгенге дейінгі өміріңіз қандай болды? Бизнеске келгенше енді былай айтқанда қандай саламен айналыстыңыз деген сияқты? Ой, мен айналыспаған жұмыс көп, жұмыс өте көп, мен айналысқан жұмыс. Оның бәрін қазір қасапшы болдым, мысалға айтайын, водитель экспедитор болдым, внутренний ремонттар жасадық квартираларда. Ауыр жұмысты да істедіңіз сонда, Енді стройканың бәрінде жүрді қой. Шынымды айтайын сізге, ауылда өскен балалардың бәрі солай деп ойлаймын мен. Ауылда өскен балалардың бәрі. Ауылда өстік, қойда қырықтық,
қасапшыда болдық, стройкамен айналыстық, саудамен де айналыстық. Істемеген жұмысымыз қалмады енді. Бірақ соңғы шешуші сәттер мен өзіме таңдау жасауға тура келді. Либо ан жерде мына жерде секіріп жүру осылай. Либо бір жолды таңдап, сол жерде кәсіби деңгейде дамыту. Екеуін біреуін таңдауға тура келді. Сондықтан қасапшы болғым келмеді, водитель-экспедитор болғым келмеді. Күнделіктік жай әшейін кәсіпкер болғым келмеді, алып сата салатын. Қазір оның үстіне алып сата салатында заман өтіп кетті уже. Иә, нарық қазір ашылып кетті. Сондықтан кәсіби деңгейде жүйелі түрде подход жасамасақ, ол заманды өтіп кетті. Бұрын ол товар болса болды, адамдар келе беретін. Қазір олай емес уже. Қазір адамдардың артынан қуатын заман келді. Ақша өйткені сол адамдарда. Бұрын өздері келетін болса, қазір біз оларды іздеп баруға тура келеді енді. Иә, өте дұрыс айтасыз. Жалпы сіз осы бизнеске қанша жасыңызда толығымен кірісіп бастадыңыз? Мен қазір жасым 50-де болатын болса, 20-шы жылдар ғой. 2020-дан бастадыңыз, Яғни кәсіби деңгейде. Иә, кәсіби деңгейде 44 жасымда бастадым ғой сонда. Кеш емес дейсіз ғой бизнесті? Әрине кеш емес. Әрине кеш емес. Әрине кеш емес. Талай мен 80-ге келген, 85-ге келген кісілерді білем. Сол жасқа келіп бизнесті басып кәсіби деңгейде жүргізіп кеткен білеміз. Ал элементарын жаңа KFC-ді білмейсіз, қарамайсыз ба? Иә. Қандай жасында 70-тен асқан кезде ме бастаған мысалда, қазір әлем деңгейге шығып жатыр. Ана Қытайдың модель кісісі бар ғой, бір шал. 85-ге келіп модель болды мысалы, танымалы болды. Ол жасқа қарамайды ол. Жасқа қарамайды ол. Ол біздің мына санамыздағы шектеу ғой. Мен жасым келді, ұят болады, тоқтау, шектеу өзіміздің санамыздың өкінішке орай. Біз көбінесе жан-жаққа қараймыз ғой, елдің пікіріне қараймыз. Так ешкім тыңдамау керек. Сізді кәсіпкер ретінде қалыптастырған ең қиын кезең болды ма өміріңізде? Кәсіпкер ретінде қиын кездер қалыптастырған? Иә. Провалдарыңыз? Қарыз шығар енді. Сол туралы айтып берсеңіз. Қарыз, банкротстволар шығар. Былай айтсам бола ма сізге? Былай түсіндіріп айтайын. Енді қазір көп адамдар мені түсінеді деп ойлаймын. Өйткені осы Астанаға келген кезде, пәтеріміз жоқ, үйіміз жоқ болып жүрген кезде, бір самал бір жұмыс болып жатқан кезде, қалтам бір шама бір 2-3 миллион ақшам бар еді айналдырып жүрген. Как раз сол кезде бір доллар көтеріліп, бір түсіп сөйтіп жатқан кезде, пысықсынып жаңағы доллар алып, теңге алып сөйтіп жүрген кезде бір аптаның ішінде ма, бір айдың ішінде ма, бір 500 теңгедей таптым. Бірақ соны жаңағы банкке барып, бұл кезде түсінбейді екен, жаңағы қалай істеу керек екенін. Неғып екен білмеймін. Курткам бар, курткамның заманын таққанда асты манжет қойында. Жаңағы ақшалар былай ішіне сала салыптым. Сөйтіп, екі қолымды, екі қалтама салып, екі қолымды базар каким-то образом жаңағы банкке барғанша бір 500 теңге түсіп қапты. Сосын не істедіңіз, таптыңыз ба? Тапқан жоқпын. 500 теңге түсіп қалған ғой, енді пакетке салсам да болады ғой енді. Құдай білмеймін, ана менен шығарайын деп тұр ғой енді. Иә. Бұйырмаған нәрсе ғой. Бұйырмаған ғой, неге пакетке салмады деймін, сол кейін өзімді қынжылайым ғой енді. Курткамды манжетін жапқам, заманын тапқамда, ішіне ақшалар салғамда, екі қолымды екі қол жағына салып, қолыммен ұстап жүремін ғой дегенде, банкке жолдың арғы бетінде банк беретін. Сол банкке барғанша 500 теңгелік бір пачка түсіп қалған ғой. Анан көз шым буды ашқандай. Ішпей жемей нарон емес. Ана жерде мың жүрдім қайттан. Таппадым. Біреу алып кетті ғой, явно енді. Басқа біреуге бұйырған болып тұр ғой, несібесі шығар. Иә. Менен шығын шайнап тұр ғой 500 теңге. Иә. Бірақ сол жылы 5 миллион теңге таптым. Таза табыс. Сосын кейін бір күні тоже бір кәсіпті бастайтын болдық. 8 миллионға түсіп қалдым. Доходыңыз 8 миллионға түсті, е? Жоқ, 8 миллионға банкрот болдым. Не себеп болды? Көкөніс алып келгенбіз. Көкөніс алып келіп, біреу ақша берген бір кісі. Сол көкөніспен айналысам деп жаңағы көкөніс сатып жатқан кезімізде ойлаған ғой, енді күшті жасап жатырмыз, сауда болып жатыр деп, үстін сарыағаштан картошкалар алдыртып сөйтіп ұрып жатқан кезде, картошка бағасы бірден түсіп кетіп, ана фура картошкалар тұрып қалып, ақыр аяғында картошкалар шіріп,
Сосын не істедіңіздер? 8 миллионға банкрот болдым. Не істеп жүрсем банкрот болдым. Ол банкроттан қалай шықтыңыз? Ол банкроттан қалай шыққанда өзі әр деңгейдің өзінің сынағы болады екен, қазір кейін түсініп жатырмын. Өйткені сол 8 миллион шығыннан кейін сол жылы 80 миллион ақша таптым. Одан кейін шыны керек 20 миллионға түстім. Бір көтеріп, бір түсу болды ма сонда? Қарасаңызшы енді, 500 мың, 8 миллион, 20 миллион, 57 миллион, түсініп отырсыз ба? То есть, мен не айтқым келіп тұр? Әр деңгейде өзінің салмақты сынағы бар екен да. Мен ана 500 мың теңгені жоғалтқан кезде сол сынақтан өте алмай қалсам, жылап депрессияға түсіп кетсем, онда маған 8 миллиондық сынақ келмейтін еді. 8 миллиондық сынақты ең еркін қорықпай жаңағы қабылдап, бас маман дені сау деп өтпесем, 20 миллиондық сынақ келмейтін еді. 20 миллиондық сынақтан жаңағыдай бұл да маған берген сынақ деп төтеп бермесем, 57 миллиондық сынақ келмейтін еді. Көрдіңіз бе? Әр деңгейде өзінің өлшеміне байланысты сынақ келеді. Содан өтіп білу керек дейсіз ғой адамдарға. Сынып кетеді ғой көп жағдайда. Соны айтайын деп отырмын. Сіздер ойламаңыздар, сіздерге мына берген сынақ ол бастапқы. Ол просто сізді екінші этапқа секіртіп жатыр. Рас, өмірімізде сондай сынақтар болып жатады, көбі сынып кетеді ғой. Өзімізге де сынақ келген кезде неге бұлай болып жатыр деп Аллаға претензия қойып жатады. Көп солай істейді деп ойлаймын. Мен енді қазір енді бұл қайта мен деп қайталана бергеннен кейін мен түсіндім. Бұл енді маған келесі деңгейге көтерілу үшін беріп жатқан сынақ деп қабылдаймын. Оны мен жаңа қайғырып қабылдамаймын. Жеңіл қабылдайсыз. Значит, мен екінші деңгейге көтерілетін сынақ екен ғой. Жақсы, мен бұны қабылдадым деймін. Ең қызығы қабылдадым деген күннен бастап Алла Тағала сол сынақты жеңілмен береді. Қабылдамасаңыз ол ұлғая береді, өршіге береді. Текетіресетін болсаңыз, оны жылап, одан сайын жаңағы қатты бір бүйтіп қозып, жынданып, ашуланып, нервсіздетін болсаңыз, ол күшейе береді. Бұл маған берген екінші этапқа көтерілетін сынақ екен деп қабылдайтын болсаңыз, онда Алла Тағала оны жеңіл жолын береді сізге. Мына морально, психологически адам әр ситуацияны қабылдай білу керек. Сол кезде ол жеңіл өтеді. Жеңіл өтеді, ауыр өтпейді. Бүлдірсін. Түсініп отырсыз ба? Әрине түсінеді. Любой сынаққа, мына инерция, мысалы, даже күрес, адам күреседі ғой, спортты алатын болсақ. Бұл спортшы, екі спортшы бір-бірімен кездескен кезде, өзім күреске қатысқан бала кезінде. Сонда жаңағы сен ананы бүйтіп тартып лақтырам деген кезде, соның өзінің эрекциясын пайдаланып лақтырып жіберуге болады. Техникасын біліп аға. Сонда сізге ауыртпалық түспейді, ананы дөмтігізіп жерге түсіресіз да? Жеңуге шанс бар дейсіз ғой. Өйткені ол сізге атырылған кезде тартып тұр өзіңізді былай лақтырсаңыз, сізге жеңіл, ол өзінің эрекциясын кетіп қалады. То есть сынақ та сондай. Сізге бір дөйіп келген кезде, соны өзіңіздің мүлдеңізді пайдаланып тұрып жеңіл қабылдасаңыз, ол сынақты өтіп кетеді сіздің жаңыңыздан. Жеңіл өтеді. Оған жаңағы Алланың берген сынағына қарама-қайшы тұрудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өте керемет мысал келтірдіңіз. Егер сіз бүгін бизнесті нөлден бастайтын болсаңыз, қандай әрекеттер жасар едіңіз? Ең бірінші ұстаз алатын едім. Егер ақшам жоқ болса, ұстаз алатын едім. Ұстаз алатын едім, мүмкіндігінше ақша шығармай. Интернеттерден отырып алып тұрып, подкасттарды, бизнесмендердің өмірлерін зерттейтін едім, нөлден бастайтын болсам. Осы жерде тағы бір сұрақ қойсам. Адамдар ұстаз таңдауда қателесіп жатады ғой. Сіз қандай ұстазды таңдау керек дегенге кеңес бере аласыз ба? Давайте былай жасайық. Жолдасыңыз бар ма сіздің? Иә, бар. Тамақ пісіре ме үйде? Пісіреді. Ол кісі пісіреді ғой? Пісіреді. Сіз ше? Пісіреді. Иногда десем. Тамақты сол кісі пісіре ме? Иә. Дәмді пісіреді, сол үшін көбі сол пісіреді. Енді ол кісі жаңағы не жағынан қабілеті бар болып тұр ғой, иә? Асүйге өзі қызығады да. Өзі қызығады. Иә. Сіздің тамақтарыңыз дәмді бола ма, или ол кісінікі дәмді бола ма?
менікі де дәмді болады, но немене ботқа болып кетеді деймін кейде кейбір кездерде. Сол үшін ол кейбір тамақтар плов дейді ғой, сондайларды аса қатты пісіре алмаймын, ол күшті прям беріліп жасайды да. Енді қараңыз енді ал. Осы жерде жаңа сіздің сұрағыңызға жауап берейін енді. Ұстаз таңдаған кезде, яғни инвестиция ғой енді ол. Иә. Дұрыс па? Мысалы, сіз айтасыз, мен сізге айтамын, давайте менде 2000 теңге бар, плов пісірейік деймін. Иә. Мен қалай ойлайсыз? Сіздің жолдасыңызға бергенім жақсы ма? Ол 2000 теңгені плов пісіріп берді, или сізге бергенім дұрыс па? Мен жолдасыма берген. То есть жолдасыңа, ол өйткені кәсіби деңгейде плов пісіре алады, дұрыс па? Иә. Значит, ол сол істің маманы. Иә. Яғни кімнен тәлім алу керек плов пісіруді? Маманнан. Маманнан. Түсініңіз ба? Ол сол жолда өткен, сол жолда тәжірибесі бар. Ол сол жолда барлық қиыншылықтың бәрін көрген. Артында ештеңке жоқ, плов пісіре алмайтын, мен плов пісіремін деп үйретемін дегендерге керек жоқ. Мысалы, сізді мен ұстаз қылмайтын едім плов пісіру үшін. Сіздің жолдасыңыз ұстаз қылатын едім плов пісіру үшін. Өйткені ол кәсіби деңгейде пісіреді. Өйткені істеген, пісірген, оны жеп көрген. Көрдіңіз бе? То есть кәсіпкер өзіне ұстаз таңдайтын кезде міндетті түрде артында бизнесі бар ма? Өзі сол жолдан өткен ба? Сол қиыншылықтар, сынақтардан басын қандай шешімдерін тапқан ба? Соған қарау керек. Соған қарау керек. Кітаптан оқып алып айта беретіндер өте көп, ол сондықтан мен ойлаймын, ол басына өтпеген нәрсе, ол көмектесе алмайды дейсіз ғой. Возможно, какой-то часть көмектеседі. Иә, сосын бір пикке келгенде тоқтап қалады, иә, көп жағдайда. Былай ғой, бүлдірсін. Сөзбен бәрі оңай. Иә, іске келгенде басқалай. Иә, іске келген кезде басқаша. Мен де әдемі сөйлей аламын. Қазақта айтады ғой, үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Ол танысып үйлене салу оңай, яғни бизнесті бастап кете салу оңай. Оны жүргізу де тиіс. Нағыз қиыншылықтың бар сол жерде. Ал ол жүргізіп көрсе, кеңес бере алады ғой? Бере алады. То есть өзінің кәсібін жүргізіп көрді. Ал бизнесті жүргізіп көрмеген адам қалай ойлайсыз? Ешқандай кеңес бере алмайды, жол көрсете алмайды. Ол оқып алған нәрсені мен де айтып бере аламын, оқып алған нәрсені. Поэтому сондықтан мүмкіндігінше ұстаз таңдаған кезде, мысалы, жарайды жаңағы СТО ашайын деп жатса, СТО-да жетістікке жеткен, СТО-ның прям бүкіл CRM системасын, автоматизациясын қойған, сол жерде өзі бәленбай жұмысшысы бар. Сонда адам таңдарым мен. Нағыз өз маманы дейсіз. Нағыз өз маманы таңдарым, ұстаз таңдаған кезде. Жақсы. Жалпы ұстазбен бастағанмен өзінің бизнес бастағанының айырмашылығы неде? Мен көп жерде мысал келтіремін. Осы жерде де орайлы сәті келіп тұр, соны қайталап айтуға. Былай айтайық. Сіз түнде машина айдап келе жатсыз. Алдыңызда қараңғыда тағы да бір машина келе жатыр. Сіз ориентировочно сол машинаның артындағы батар шамына қарап келесіз да? Иә. Бір кезде ана несі тормоз жанды, қып-қызыл болып. Резко тоқтады. Сіз арада бір 200 метр, 300 метр арақашықтық тастап келесіз ғой. Иә. Возможно, ол жаңа мал қағып кетті, болмаса жаңағы ямаға дөңгелегін ұрды. Сол кезде сіз не істейсіз? Тормозды беріп, жай ғана жылдамдықты азайтып, жәннен амелесін өтіп кетесіз. Егер ұстазсыз болсаңыз, сол жаңағы яманы, болмаса шұңқырды, болмаса жаңағы малды сіз қағатын едіңіз. Өте логично. Айырмашылық сода. Міндетті емес сіз қателесу. Өмірдің бәріне қателіктерін жасау сізге міндетті емес. Біреудің қателігіне көріп, біреудің қателігін жасамай өтіп кетуге болады. Өкінішке орай көп адамдар ұстаз алмайды да, міндетті түрде барады, өз істейді, өз ұрынады, өз соғынады, өз таяқ жейді, сөйтіп бір тәжірибе алады. Түсініп отырсыз ба? Иә. Болмаса жаңа балаңыздың айтайық, бірінші классқа барды, санай ала ма өздігімен? Өздігімен оқи алмайды ғой. Иә, үйрету керек. Ұстаз не істейді?
үйретеді. Яғни жылдам үйренуге мүмкіндігі туыла ма? Иә. Иә, көрдіңіз ба? То есть айырмашылық осыда. Кәсіби деңгейде жүргізу, кәсіби деңгейде жүргізбеудің айырмашылығы, яғни ұстаз бен ұстазсыз сода. Ұстазбен кез келген нүктеге өзінің Б точкасына жылдам жетуге болады. Қашан көрдіңіз спортсмендердің чемпион болғандарын, әлемдік чемпиондар ұстазсыз чемпион болған? Ешқашан көрген емеспін. Бәрінде ұстаз бар. Иә. Адам болып жаратылғаннан кейін, даже бала болып туылғаннан кейін, біздің әке шешеміз өзі бізге ұстаз. Иә. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан қоршаған ортамыз бізге ұстаз, құрбыларымыз бізге ұстаз, сыныптастарымыз өзі бізге ұстаз. Мен айтамын ғой, ұстаздың үлкен жасы болмайды. Мысалы біреу дұрыс емес амалдар жасап жатса, мен соны қарап тұрып, яғни біреу дұрыс емес нәрсе істеп жатса, сіз соны қарап тұрып, мына нәрсе дұрыс емес екен деп, соны как ұстаз ретінде, тәжірибе ретінде алсаңыз болады. Ұстаздың жасы маңызды емес дейсіз ғой? Жоқ. Бір керемет сөз бар ғой. Білімім тасып тұрса, аға болуға лайықтымын деген. Сондықтан оның білімі тасып тұрса, ұстаз болуға лайықты. Маңызды емес, жас па, үлкен бол. Кәсіпкерлердің ең жиі жіберетін 3 қателігін айтып бересіз ба? Ақша шығармайды. Риск менеджмент деген түсініктеме жоқ. Олар үнемі ойлап тұрады, осылай тұра беремін деп. Именно жұмысың жүріп жатқан кезде, ақша түсіп жатқан кезде, ақша шығарып, кассадан реинвестиция дейді. Яғни жалпы басқа да салаларға салып, болмаса басқа жерден точка ашып, басқа жерден масштабқа шығып дайындалу керек. Ақша шығармайды кассадан. Үстін сала береді. Белгілі деңгейде еш жабылғанда бірден бәрі құрып та кетеді. Бірінші қате. Екінші қате, мен ойлаймын, дұрыс басқару жүйесі жоқ. Жүйелі түрде. Бөліспейді. Былай айтқан кезде бөліспейді. Бізде көбінесе жаңағыдай тұрақты айлыққа қойып қоямыз. Өйткені бір белгілі бір деңгейге көтерілгеннен кейін, көп жерде байқаймын, көп жерде сондай тұрақты айлық қойып қояды. Тұрақты айлық ол адамның миының өзін шектеуге алып барады. Енді бұл шағын кәсіпті айтатын болсақ, үшінші қателік стратегиясы жоқ. 5 жылдан кейін қандай оборотқа шығады, қандай деңгейде оборот жасау керек деген жоспарлар жоқ. Ешқайсында ойша бар, жазбаша жоқ. Әр бизнестің өзінің 10 жылға кемі стратегиясы болу керек дейсіз, иә? Кемі 10 жылға стратегиясы болу керек. Оның бәрі жазылу керек. Оның бәрі қағазға түсу керек. Оның бәрі жоспарлану керек. Уақытымен, күнімен, жылымен. Сіз білесіз бе, бір күндік есеп жоқ болса, ол бір апталық есепке несін береді, әсерін береді. Ал апталық есеп жоқ болса, ол бір айлық есептен әсерін береді. Ал бір айлық жоқ болса, бір жылдық есепке әсерін береді. Енді бір жылдық есебі жоқ адам, 10 жылдық келетін есебінің әсерін береді. Сондықтан бұл жерде көп кәсіпкерлердің қателіктерге соны жүйелі түрде есеп алмайды, жүйелі түрде жұмыс жасамайды. Сондықтан олардың жаңағы болашақтағы кішкене бұлыңғыр да. Негізі сұрағыңыз орынды, өйткені кәсіпкерлердің қоятын сол основной сұрақтар осы ғой, негізі осы запроспен келеді негізі. Мен сабағыма келгендегілердің сол істейтін қателіктері айтайын дегенім. Өйткені көбісінде жаңағындай жүйе жоқ, стратегиясы жоқ, ақша шығармайды, бар ақшасын ішіне оборот жасай береді. Сосын көбінесе тұрақты айлық қояды. Осы 3 қатемен келеді. Мен қазір енді шәкірттердің ішінде қойылып жатыр ғой. Яғни жаңағы пайызы қойылып жатыр, KPI деп айтылады, современный тілде KPI деп айтылады. KPI қойылып жатыр. Одан кейінгі жаңағы стратегия жазылып жатыр. Одан кейін жаңағы ақшаны шығаруды үйретіп жатыр обороттан. Өйткені 100 теңге тауып отқан адам, 100 теңге шығара алмаған адам, ол 100 мың доллар тауып отырып, 1000 доллар шығара алмайды. Білесіз бе соны? 100 мың теңге тапқан адам не үшін 100 теңге шығара алмайды? Қалай ойлайсыз?
шығара алады ғой. Соны қалыптастыру ғой менің мақсатым. Сонымен де қазір қаншама шәкірттерім шығып жатыр, соны жаңағы ақшаны шығаруды үйретіп жатырмын. Осы жерде өзіңіздің бизнесіңізді дамыту барысында қаржылай ең қиын сәттер болды ма? Ақша өмір жетпейді ғой. Бір қызық айтайын саған, ақша өмір жетпейді, есіңізде болсын. Бұл налог келеді, аренда келеді, жалақы келеді, поставщиктерге беру керек, басқасы келеді. Ақша ешқашан жетпейді. Бұл қазақта айтып кеткен, кедей бай болсам, бай құдай болсам деп. Ол ақша ешқашан жетпейді. Қаржылық жетіспеу, ол үнемі артыңызда неғып жүреді. Сіз білесіз бе? Сіз қазір 500 мың теңге тауып атсаңыз, сізге шығыныңыз 500 мың теңгеңде, төңірегінде. Сіз 5 миллион теңге тауып бастаңызшы. Шығыныңыз 5 миллион төңірегінде болады. Мына орыстарда деді ғой, аппетит приходит во время еды деп. Қанша тапсаңыз, сонша шығыңыз болады. Мен не үшін жаңа айтып отырмын, ақшаны шығару керек кассада. Ең болмаса 10%. Мысалы, ақша, сіз ойлайсыз ғой, тауып жатырмын 5 миллион, 1 миллион, 500 мың теңге тауып жатырмын деп ойлайсыз. Бірақ ол сіздің ақшаңыз емес. Айтылады ғой, сіз ол ақшаны жаңағы парикмахерға бересіз, салонға бересіз, ол ақшаны жаңағы киім дүкеніне бересіз, сіз жаңағы кредитке бересіз, банкке бересіз, квартираға бересіз, өзіңізде дым қалмайды. Сол үшін міндетті түрде кемінде 10%-ын өзіңізге как инвестиция ретінде шығару керек. Мен қазір осымен қатты айналысып жатырмын, шәкірттердің бәріне де үйретіп жатырмын. Өйткені заман ары бері алай-дүлей. Біз көбінесе не істейміз? Көбінесе үй сатып аламыз, квартира аламыз, жаңағыдай. Бірақ мен ойлаймын, инвестиция жасайтын болсаңыздар, яғни ақша шығарған ақшаларыңыз бар болса, соңғы 10 жылдың көрсеткішін қарау керек. Ол үй болсын, квартира болсын, соңғы 10 жылда қаншалықты өсті. Может, соғалып шығар. Кішкене ғана өсім берді, арғата өскен де жоқ шығар. Даже кейбір кезде арзандап та кеткен шығар. Инвестиция салу керек деп сала бермеу керек дейсіз ғой? Кішкене ойланып салған абзал да, кішкене. Любой салатын өзім, мысалы, алтын бола ма, күміс бола ма, қарау керек, соңғы 10 жылда қаншалықты деңгейде өсті. Бірақ салғаннан кейін 5 айға, я болмаса 1 жылға деп салмау керек. Кемінде 10 жылға салу керек. Кемінде, осы сөзді мұқият тыңдаңыз, 10 жылға салу керек. Салған дүниеңізді 10 жыл алмайым деп инвестиция ретінде салу керек. Яғни ол салғанда да өз маманның, өз шебері жаңағы сол жерде жеткен жетістігі бар ғой. Соған қарау керек. Ол жерден тонкий нәрселер көп, инвестиция айтатын болсақ, бұл үлкен тема. Үлкен тақырып. Оны мен сол кәсіпкер шәкірттеріме көбінесе бұны үйретіп отырамын. Сіздер ойламаңыздар, осылай болып тұра береміз деп. Заман алай-дүлей, сондықтан кішкене жаңағыдай кризистардың бәрін ескеруіміз керек. Подушка безопасность болу керек дейсіз. Өйткені бізге байланысты нәрсе бар ғой. Мысалы, политический дейді, экономический дейді факторлар, политический факторлар, экономический факторлар, жаңағы курстың факторлары, то есть именно қаржы жағынан, олар бізге байланысты емес қой. Егер бізге байланысты болатын болса, біз бәрін байып кетпейміз ба? Сондықтан бізге байланысты емес, жаңағы сыртқы факторлар біздің бизнесімізге әсер беретіндер бар. Сол үшін біз дайындалуымыз керек. Жалпы кәсіпкер өзінің құрдымға кетіп бара жатқанын қалай білуге болады? Ол оңай негізі. Оның жауабы ешкімді тыңдамай бастайды. Ешкімді естімей бастайды. Кәсіпкер. Мысалы, қазір екеуміз біреуге кеңес беріп отырсақ, оны білеміз ғой, оны өтіп кеткенбіз десе, ол бірінші белгі, ол құрдымға кетіп жатқанын. Білем деген сәттен бастап. Білем деген сәттен бастап құрдымға кетеді. Сен біліп тұрсаң да таңғалып отыруың керексің. Оқушы позициясын. Біліп тұрсаң да таңғалып, ой, керемет екен деп отыруың керексің. Біліп тұрсаң да. Сен оған кеңес беріп отқан кезде, оны білемін деп сөзіңді қағып атса,
сөзіңді бөліп атса, иә, онда ол жуырда құрдымға кетеді деген сөз. Ол ашықты айдан анық ол. Сондықтан ақылды адамдар, үлкен кәсіпте жүрген адамдар, олар ешқашанда оны өтіп кеткен, оны естіген деп сөзіңді бөлмейді. Олар мұқият тыңдап, таңғалып, керемет екен деп мақтап кетеді қайта. Олардың уровені совсем бөлек. Мен өзім қазір сабақтарында байқаймын ғой. Сол кезде қарап отырсаң, кейбіреулер сөзіңді бөліп, мен де мындай, мен де істеп қойғанмын деп сөзіңді бөліп отырады. Ол дегенімізде құрдымға кететін бірден бір белгісі. Кейбіреулер мұқият тыңдап отырады. Осы жерде кейбір кәсіпкерлер, көп емес, кейбір кәсіпкерлер сезонмен ғана жұмыс жасайды да, сезон келді, мен көп ақша тауып қалайын деген сияқты. Оған қалай қарайсыз? Сезон біздің басымызда. Мен соны айтамын. Түсініп отырсыз ба? Сезон ол біздің басымызда. Егер біз сол сезон деп қабылдап қалған жерде сезон емес десек, значит сезон емес. Значит сезон. Сіз түсініп тұрсыз ғой, мен айтып тұрғанымда. Әр нәрсе біздің басымызда, яғни шектеулі. Маған кәсіпкерлер келіп отыр, жақында айтады, менде спецтехника дейді. Спецтехника бар, менде соны жаңағы арендаға берем, бірақ менде сезон дейді. Сезон емес кезде не істерін білмеймін дейді. Сезон емес кезде күтіп отырам дейді. Болмаса пластик шығаратын терезе. Тоже жақында бір шәкіртім айтады, бізде сезон дейді. Мен айтам, сен сезон деген сөз, ол сіздің түп санаңызда айтып тұрған нәрсе. Сіз не істер едіңіз дейді, маған сұрақ қояды. Мен айтам, сезон емес кезінде мен предоплата алатын едім. Предоплата, то есть алдын ала төлем алатын едім 30%, 20%. Қазір алып қалсаңыздар, сезон кезінде осы баға сақталады деп. Түсіндіре алдым ба сізге? Қазір төлеп қалсаңыздар, ол любой жерде бар ғой. Қазір 20%-ны төлеп қалсаңыз, сезон кезінде без очереди, яғни сол жаңағы очередтен қазақша не жүреді? Кезек. Кезектен тыс, сіз бірінші ала аласыз осы бағамен. Өйткені қазір доллар көтеріледі, баға көтеріледі, осы бағаны ұстап қалыңыз. Осы бағаны тұрақтап қалыңыз деп, алдын ала 20-30% ақшаны алып алатын емен. Сөйтіп 20-30% ақшаны алып алып, сол баға көтерілмей тұрғанда мен алдын ала закуп жасап алатын едім. Яғни жаңағы материалдарды алып алатын едім алдын ала. Ол барлық жерде сөйтеді. То есть, жаңа айтайын дегенім, біздің халық көп қой онда. Халық біреулер жаңағы ақшасы экономдамайды, ақшамен жұмсайтындар бар. Кейбіреулер тиын санайды. Солар сол скидка іздейді, алдын ала арзан жер іздейді. Мен алдын ала 20-30% төлеп қойдым, мен арзан болып тұрғанда алып қалдым дейді. Сондықтан бізге сол аудитория керек. Яғни сенде спецтехника, болмаса пластик шығаратын, болмаса кірпіш шығаратын нәрсе болатын болса, алдын ала төлемдер ала беруге болады, күшті жарнама жасап. Үлгеріп қалыңыздар. Өйткені бізде шектеулі, сезон кезінде таппай қаласыздар деп, солардың қомақты ақшасын алып алып, алдын ала төлем жасап, сізде алдын ала төлем жасап, яғни арзан бағамен алып қалу керек. Өте керемет жауап болды. Қазіргі заманда бизнеске маркетинг маңызды ма, әлде өнім маңызды ма? Бүлдірші, мен сізге бір қызық айтайын ба? Құндылық маңызды. Біз жаңағы маркетинг деп, мен маркетинг маңызды, тауар маңызды деп айтаймыз ғой. Маркетингтің құндылығы, тауардың құндылығын аша білмесек, ол да жүрмейді, мынау да жүрмейді. Мен сізге бір қызық айтайын, мен сізді жарнамалайын, мен сіздің құндылығымды көрсетейін қазір. Яғни бұл кісінің пайдасын көрсетуім керек, тиімді жағын көрсетуім керек, құндылығын көрсетуім керек, мақсатын, яғни ниетін көрсетуім керек та. Біз аламды тауар сатып кетеміз да, жарнамамен алысып кетеміз негізі. Құндылығын жеткізбейміз. Сол жарнамада да, тауарда да құндылығын көрсету керек та. Бұлай телевизорлерде қарайықшы бір. Жөтеліп атады, дәрі шығады, жөтеліп жазылып кетеді. Барлық сатып алады дейсіз. Бол шешімін береді.
Иә. Бұл шешім береді. Қысқа нұсқа. Но мен ойлаймын, негізгі мақсат құндылығын дұрыс жеткізу. Ол қаншалықты маңызды екен. Тауар да маңызды, маркетинг те маңызды. Екеуін бірдей ұстау керек дейсіз ғой? Иә, екеуін бірдей ұстау керек. Маркетинг қазіргі жағда номер 1. Иә. 21 ғасырда сол жағынан мықты. Ол сөз жоқ оған. Жарнама, тағы да жарнама. Басқа вариант жоқ бізде. Кеше сабағым болды. Сол сабақта бір видеоны көрсеттім. Ескі Америкада түсірілген видео. 70-ші жылдар ма, 60-ші жылдар ма түсірілген видео. Сол жерде айтып жатыр. Сол жерде түсіндіріп жатыр. Ескі видео. Әдейі ескі видео қойдым да, шәкірттерім айттым, сендер не байқадыңдар, соны көріңдерші, мен сізді көрсетейін дедім. Иә. Яғни сол жерде жаңағы айтып жатыр. Төп сананы өзгерту керек. Төп сананы өзгерткеннен кейін жаңағы әлем өзгереді деп жатыр ғой енді. Иә. Сосын кейін жаңағы видео біткеннен кейін айттым, не байқадыңдар десем, төп санамызды өзгертуіміз керек екен, ойымызды өзгерту керек екен деп айтады да. Мен айтам, мен басқа нәрсе байқадым деймін. Сіз не байқадыңыз дейді. Мен айтам, бұл видео ескі видео деймін. Бұл Америкада 60-ші жылдар әкасы уже шығып қойған. 60-ші жылдар бұндайлар уже түп санамен жұмыс жасауды шығарып қойған да. Бізге енді келіп жатыр. Ондай видеолар. Түсініп отырсыз ба? Иә. Енді видео көрдір. Араға қаншама жылдар, ондаған жылдар. Біз қаншалықты қалып кеткенбіз. Иә, сырт мемлекеттер өте қатты дамып кеткен. Иә, сырт қатты дамып кеткен. Но бізге мүмкіндік бар ғой. Иә. Бізге соны енді не обязательно 70 жыл жүріп. Біз соны 7 жылда, я болмаса 15-20 жылда жетіп алуымызға болады да. Қазіргі технологиялармен. Иә. Мүмкіндік бар да. Сондықтан жалпы нәрсенің осылай құндылығын көрсету керек та. Құндылық бірінші орында дейсіз. Құндылық бірінші орында. Мен ойлаймын. Жарнама енді ол однозначно керек, ол жарнама ол енді адам трафик создавать ететін нәрсе ғой енді. Иә. Товар соны сатасын өнімді. Бірақ қаншалықты маңызды, қаншалықты адамға пайдасы бар оның. Соны айтуымыз керек, көрсетуіміз керек. Қаншалықты адамға пайдалы. Мен жаңағы ұлдарыма да айтамын, жұмыс қызметкерлеріме де айтамын. Сіз не бастасаң да кемінде 3 адамға пайдасы тиетін болу керек. Кемінде 3 адамға пайдасы тиетін болса, істеп жатқан жұмысыңыз, онда сіз джекпот ұттыңыз. Пайдасы жоқ болса, оның құны жоқ болса, зачем? Сіз кәсіпте 30 жыл жүрсіз. Басқа кәсіпкерлерге кәсібін дамытуды тоқтатып қалмас үшін не кеңес берер едіңіз? Негізі сұрағыңыз орынды. Неге десеңіз, біз өзі күнде көріп жатырмын. Күнде деп айтсам болады, көріп жатырмын. Белгілі бір деңгейге келген кезде адамдар тоқтап қалады. Иә. Жақында маған Қырғызстаннан бір азамат кеше ғана звондады телефонмен. Мен де дейді, шаршап жүрмін дейді. Шаршап жүрмін, жұмысқа деген құлшынысым жоқ, мынандай ауыр сезінемін өзім дейді да. Ол нені білдіреді білесіз ба? Ол жаңадан бизнес бастап жатқан кезде ол кісі точка ашайын, машина алайын, үй алайын деген бір мақсаттар болды да. Соның бәрі жеткеннен кейін, арғата мақсаты қойылмағандықтан, арғата мақсаты жазылмағандықтан, ол жаңағы тоқтап қалды. Тоқтап қалған кезде бір қараңғы жерге келгендей болып қалды да. Бір кішкентай күн сәулесі көрінбей қалды да. Одашы. Сол деңгейде ол тоқтап қалды да, ода жаңағы қорқыныш қайқа барарын білмейді. Жаңағы күн сәулесі көрінбей қалды. Күн сәулесі дегеніміз не? Ол жаңағы стратегия жазылған, арман мақсаттары. Иә. Арман мақсаты қысқа болып тұр ғой оның. Иә. Өзін шектеп тұр ғой. Иә, арман мақсаты қысқа, үй алу керек, машина алу керек, базы бақа үйлену керек, норковый шуба алу керек, болды. Арғата жоқ та. Өкінішке орай жаңағы басында айтып кеткен стратегия дедім ғой. 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық жоспарлар болмағандықтан адамдар белгілі бір деңгейге келген кезде тоқтап қалады. Сосын кейін жаңа артқа кетеді. Деградацияға.
сол артқа кетіп қалмау үшін міндетті түрде 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық, 50 жылдық оның жаңа жоспары болу керек. Біріне жетсе екіншісіне, біріне жетсе екіншісіне, екіншісіне жетсе үшіншісіне кете беру керек. Тоқтап қалмау керек. Тоқтап қалмау керек. Сен қашан тоқтайсың? Қашан тоқтайсың сен? Сол күннен бастап артқа кетесің. Өте керемет жауап бердіңіз. Осы подкаст барлық көрермендерге пайдалы болды деген ниеттемін. Ерлан мырза, сізге өте көп рахмет. Жалпы оқырмандарға арнап қандай сый бере аласыз? Былай жасайық, бүлдіршін. Егер де мен уже бәленбай подкаст түсіріп жатыр қой енді. Сол подкасттардан өзі түсінген адамдар бар ма екен өзі? Соны анықтайық бірінші. Егер сол подкастымнан, рилстардың бәрінен түсінген адам болатын болса, бірінші 10 адамға, қайталап айтамын, барлық инстаграм парақшаны қарап отқандар бар ғой енді, тоқтамай қарап отқандар бар. Содан 3 түсініктеме алса, яғни 3 инсайт. Бірінші не түсінді, екінші не істеу керек, үшінші немен бастау керек, неважно, маңызды емес ол. 3 түсініктеме жазсың, мықты 3 түсініктеме жазған адамға мен қай қалада болмайын, сол қаладан олар кісі шығып қалып жатса, міндетті түрде мен сабағыма тегін келеді. Өте керемет сыйлық берейін деп отырсыз негізі. Жоқ, жалпы мен түсінгім келеді, олар кері байланыс алғым келеді, бүлдіршін. Кері байланыс алғым келеді. Жалпы мен жай сөйлеп жатырмын ба, бұның бәрі қаражат қой, бұның бәрі шығын ғой. Сондықтан пайдасы тиіп жатыр ма, тимей жатыр ма? Қанша адамға пайдасы тиіп жатыр? Көрейік комментарийдан. 3 инсайт айтсын. Жалпы не істеу керек екен, не істеу керек емес екен. Сол ішінен таңдап аламыз. Керемет деген адамдардың күшті инсайттарын аламыз да. Возможно, олар подкастқа шақырамыз. Но пока бастапқы кезде біз ол кісілерді өзіміздің болатын сабағыма тегін қатысуға мүмкіндік береміз. 10 адам таңдаймыз. 10 адам, иә. Құрметті оқырмандар, естіп тұрғандарыңыздай, Ерлан мырза өзінің осы жолы өтетін тренингіне 10 адамға жолдама беретін болады. Өздеріңіз подкастта, рилстарда не түсіндіріңіздер, 3 инсайтты жазып, Ерлан Ордабаев деген парақшаны белгілеп кетсеңіздер болады. Бүгінгі подкаст үшін сізге үлкен алғысымыз шексіз. Келесі кездескенше. Сіздерде аман сау болыңыздар. Рахмет.